Мультимиллиардер Лакшми кетті. Теміртаудан орнына Лаврентьев келді. Көптеген журналистердің шағырындағы басылымдарда айтып жатқан хабар Лаврентьев кім және қалайша соншама үлкен қаражатпен сатып алды деген. ArcelorMittal теміртау 20 жылдан астам жұмысынан кейін, яғни қаншама 30 шақты қанды оқиғалар болды, көптеген айқай-шудан кейін ақыры кетті. Бұл кету негізі қантар оқиғасы болмаса кетпесте мәжбүр етті. Қоғамның жалпы талабы мен қысымнан кейін Mittal компаниясы кетуге мәжбүр болды. Сондықтан бүкіл үлесін сатып кетті. Бұл алдымен негізі халықтың еңбегі деп түсінуге болады. Яғни бұдан да көп қанды оқиғалар болғанда бұл компанияға ештеңе болған жоқ. Оның бір себебі кезінде бүкіл журналистердің айтуы бойынша, яғни тікелей осы ArcelorMittal теміртаудың 50%-ын бұрынғы бірінші президент алып отыр, яғни офшор компания арқылы үлесін. Сондықтан да Mittal компаниясы қорықпай ешқандай кедергісіз жұмыс істеді және ешқандай шектеу болған жоқ. Қаншама шахтерлардың өлген жағдай болған кездерде, жарылыс болған кездерде және қара теміртаудың халықтары қанша айтса да, қар жауды десе де, экологиялық жағдай мүшкіл болса да, әлемдегі ең үлкен зауыттардың бірі негізі бұл. Яғни бұның бір жылдық үлесі миллиардтардан асатын. Осылайша 25 жыл бойына келген ArcelorMittal теміртаудың мүлдем ешқандай үлесі болмай шықты. Яғни Теміртау қаласына жасаған жақсылығы жылуға, ТЭЦ-терді жаңартуға және әлеумет нысандар салуға деген қалай Кеңес одағынан қалды. Сондай мүшкіл жағдайда бүкіл қаланың жағдайы қанша мыңдаған 10 мың 15 мыңдай астам халқы жұмыс істеп тұрса да, мүлдем сол халыққа жақсы жағдай жасауға ұмтылған емес. Бұның бәрі, жұмбақтың бәрі осы елбасының арқасында деп айтуға болады. Яғни ArcelorMittal теміртаудың бүкіл қателіктері көз жұмып кешіріп отты. Осылайша елбасы да кетті, ArcelorMittal қорғаусыз қалды. Сондықтан да бұлар мәжбүр болып Лаврентьевті сатып алды. Лаврентьев негізі ашық толық ақпарат жоқ. Бұл Қазақстанда Алматыда туып өскен, бірақ Ресей Федерациясымен тығыз қарым-қатынаста. Көптеген Ресей зауыттарына да үлесі бар және оның қандай қаражаты бар, толыққанды еш ақпарат жоқ. Бірақ біздің елімізде транспортта жаңағы автокөлік бизнесінде, соның ішінде ең үлкен зауыт Қостанайдағы Allur авто компаниясының акционері болып келеді. Басшысы Allur авто тағы да семьямен тығыз байланысты. Жанұя бірінші президенттің Қайрат Сатыбалдың үлесі осы Allur автода. Бүкіл көптеген журналистердің болжамы бойынша бұл негізі Mittalды қуып шығып, жанұя толыққанды өздері бизнесті өздері қолдарына алып жатыр деген болжам бар. Яғни бұрынғыдай Назарбаев 50% емес 100%-ді басқарады деп. Ең маңыздысы негізі бұндай адамдардың келуі. Көптеген болжам бар. Яғни 30 жыл бұрынғы жасаған Volkswagen заводының ұсынысы, яғни теміртауда автокөліктер сыртқы шынағын жасау, яғни металл прокатын шынағын, яғни кузовын жасау, металл, соған металл өнімдерін стандарттандыру деген ұсыныс болды 30 жыл бұрын Volkswagen. Бірақ біздің шенеуніктер орыс автопромын қолдаймыз деп қорыққаннан оларға сіздердің Volkswagenнің қауіпсіздігі нашар, алдымен автобаздан рұқсат алып келіңіздер, қауіпсіздік стандартына сай. Volkswagen басшылары түсінбеген, нағып өз елдеріңде өздерің шешпейсіңдер деген. Сондықтан келіссөз бір мәмілеге келе алмай, олар кетіп қалды. Осы 30 жыл бойынша Қазақстан көптеген мүмкіндігінен, яғни біз толыққанды автобаз, орыстардың жаман машинасына мінуге мәжбүр болдық. Осы уақытқа дейін әлі де қаншама қазақ 14 мен осы приор көптеген машиналар кредитке алып келді. Бұның бәрі Ресейге бағыныштығымызды білдіреді және неге көліктің бағасы тым қымбат деген сұрақтардың бәріне осы жауап болып табылды. Қазіргі Ресейдің жағдайы мәз емес, әрине автопром мүлдем құлап жатыр деп те айтуға болады. Сондықтан біз өзбек ағайындармен қосыла осылай үлкен қадам болса, әрине құр металл сатқаннан гөрі автокөліктің шынақтарын, жаңа кузовын жасап сату, өзінің құнын көтеру деген сөз. Бұл өз өнердің дамуына алып келеді деген сөз. Яғни Mittal компаниясына $350 миллион көлемінде төлеп, қалған қарыздарын жабамын деп мәмілеге келді. Лаврентьев 1,5 миллиардты заводты жаңғыртуға, жаңа технология алып келуге және қауіпсіздікпен қоршаған ортаға зиян келтірмейтіндей үлкен үлес қосамын деп уәде беріп отыр. Сондықтан үлкен үміт бар. Теміртау халқының айлығы көбейіп және әлеуметтік тұрмыстық жағдайы көтерілсе деген, сонда жаңа жұмыс орны ашылып, металдың құр металл емес, осылайша автопромға да үлкен серпіліс береді және осылай қымбатқа емес, автокөліктің құны арзандайды деген үлкен үмітпен қараймыз. Және біздің өндіріске жаңа серпіліс деген. Ағайын, каналды қолдап, лайк басып, комментарий жазып кетсеңіздер, ой пікірлеріңізді білдіріп, және каналға жазылып, жан-жаққа таратсаңыздар, каналдың дамуына үлкен үлес қосасыздар. Толыққанды тыңдағандарыңызға көп рахмет.